Сүргелең, 4-ші бөлім. Ол да бір естен кетпес дәурен екен-ау. Енді ойласа, бәрі де ертек сияқты. Тіпті сенгің келмейді. Бәрі көрген түстей ағып өте шықты мінекей. Ол заманда байлығы мен барлығы, ерлігі мен нарлығы тасыған елдің бағы да сірә беселі болған шығар. Базары жүріп тұрған бозбала болғасын ба, әйтеуір бұған төңіректің бәрі төгілген ән, құйқылжыған күй сияқты көрінуші еді. Нелер бір аламан жиын, торқалы тойлардың қалың ортасында Қараман да жүрді араласып. Нелер бір ақпа ақын, төкпе күйшілер мен тұмарлы жүйрік қас шешендердің өнерін қызықтап өсті. Солардың бәрі қайда кеткен деп қайран қалады қазір. Өмір деген аңшының атқан оғы екен. Қаймалысқан қу тірлік бір-ақ күндей алдамшы екен. Дауылдап желде басылып, сауылдап суда таусылатын сияқты. Қараманның көзі соған жетті бүгінде. Енді міне, таңды атырып, күнді батырып, әйтеуір балық құсап қанат қағып жүріп жатыр. Бұл тірліктің мәні де, сәні де баяғыда адыра қалған. Әлде елдің жығасы қисайып, бағы шындап күйзелді ме, әлде жұрттан шыққан жұрындай мұның өзі соншалық тозып бітті ме, әйтеуір өткенді ойласа, көмейіне өксік тіреледі. Уа шіркін, ол да бір қайталанбас дәурен еді-ау. Әлі есінде, өтесін байдың бір саулығы үшем туып, ел жағасын ұстаған жарапазанды жыл болатын. Ел не демейді, ешкі не жемейді. Сәуегейсіген жұрттың күткен қатері келмеді. Түгін тартсаң майы шыққан қайран Алтай бұл жылда берекелі болды. Күзем аяқтала бере, ауыл жастары жылдағы әдетінше бір үйге сабауға жиналған. Айзада марқұмға алғаш рет сол жолы сабау үстінде көзі түсіп еді. Ұяң мінез, томағасы тартылмаған томпиған аққұба қыз екен. Жауырынынан сұлай түскен жеңді білектей қара бұрымы сабауды сілтеген сайын дірілдей толқып, Қараманның көзін арбады. Сөзден шалып, әзіл қуған былайғы ерке тотай қыздардай емес, иманы бетінде үзілген ибалы бір тоға секілді. Жігіттердің қағытпа қалжыңына сыпайы ғана жымиып, бүлкілдетіп сабауын сабай берді. Соңынан кесек дөңгелеткенде екеуі қатар келіп қалсын. Кесек илеу қыз келіншектердің шаруасы деп, жігіттер жағы сырғақтаса да, қыздар қиылып жібермей қойысты. Білектеріңнің қаруы бар, сендер илеген киіз берік болады дегесін, шарта жүгініп, жігіттер де дөңгелете жөнелген. Қараман қасындағы Айзадаға қайта-қайта көз қиығын салып, сілекейін жұтып, құмартумен болды. Қыздың білегі жас баланың етіндей әппақ еді. Білек пен білек жанасқан сайын қарып түскендей өн бойы дір ете қалады. Киіздің ыстық буынан емес, бойын шарпыған ыстық сезімнен Қараман қара терге түсті. Қасында пыс-пыс еткен жігіттің қарағыштай бергенін қыз да аңғарған тәрізді. Екеуінің жанары бірер рет түйісіп те қалған. Екі беттері ұяттан өрт боп жанса да, айтар сөздерін сол бір түйіскен жанарлар арқылы ұғысқандай болды. Содан кейін ақ балдай тәтті қимас күндер басталып жүре берді дерсің. Іңір болса ірге бағып, Айзаданың үйін айналсоқтап кете алмайтын. Ауыл жастарының ойын сауығынан екеуі әсте қалып көрген емес. Ойын кезінде екеуі ылғи да бірге болуға тырысатын. Айзадамен әсіресе қол тұзақ ойнауға Қараман құмар еді. Бұл болса саусақ пен саусақтың жанасқанына мәз. Ал Айзада ылғи да мұның қолын тұзаққа түсіре беруші еді. Енді ойласа, Айзадаға көңілі шындап құлап, нағыз ғашықтардай ақ ынтық болған екен бұл. Онысына әсте өкінбейді. Өмірінің серігі етіп Айзаданы қосқаны үшін жаратқан иесіне екі дүниеде риза. Айзадамен қол ұстасып, ширек ғасырдан астам ғұмыр кешіпті. Шүкіршілік, тоны тозған жоқ, аты озған жоқ, азаматтың ала жібін аттамай, адалдық пен тірлік құрыпты. Амал қанша, бала тоқтамай әйелі көтерген 5 құрсақтың бәрінде қара жерге берді. Ырым етіп, ақсарбас айтып, 6-шысының атын тоқтасын қойды. Бала тоқтасын, дұшпанның беті қайтсын деген жорамен ұлының құлағына сырға салды. Тілеуі қабыл болып, ұлым ұрпағым ба деп іштей марқаюшы еді. Ол да бір өтеуі жоқ арман болып қала берді мінекей. Қайран тоқтасын-ай, жүрегінің қуаты, көңілінің суаты еді ғой мұның.
Жаман әкені айдың күннің аманында адастырып, қан жұтқызып жалғыз тастап кете барды. Әй, өзі де әлекедей жаланған алғыр еді-ау. Көкірегі жаулы өссін деп жастайынан соңына ертіп, орман мен тоғайды аралатты. Табанды болсын деп тауға айдап тасқа салды. Дегеніндей-ақ тоқтасын екі иығына екі кісі мінгендей мүсінді, қайратты боп ер жетті. Кедейдің аузы аққа тисе мұрны қанайды деген тегі рас екен. Жалғыз ұлы азамат болып, енді бірдеңеге қолым жетті ме деген кезде тағдырдың көлденең қырсығына килікті. Қанатынан қайырылып, қабырғасы қаусап қалды. Жат жұрттық жаман төлемес, бауырынан кіш еткен ұрпақ еді, көктей солды. Қайғы жұтып, белге соққан жыландай боп күңіреніп, қараман соңында қала берді. Құдай басқа салған соң, бәріне де көнеді екенсің. Түн жамылып, тау басында жалғыз жатқан аңшы көп дүниені есіне алған. Түн ұзақ, ұзақ түнде басыңа не кіріп, не шықпайды десеңші. Өмірің тізбектеліп, көз алдыңнан әлденеше қайталанып өтіп жатады. Бұл қараман құс ұйқы болғалы қашан. Көз шырымын алар алмаста селк етіп оянып кетеді. Лаулатып жағып қойған ошақтағы от та бұл уақытта өшіп үлгермейді. Қызара жылтыраған шоқтарды жинастырып, үстіне шырпы тастап үрлейді. Шырпы тұтана бастаған кезде сүйретіліп орнынан тұрып, отын іздеп, іргедегі самырсындардың түбін түрткілеп кетеді. Мұның түнгі қарекеті осы болып алды. Тас күркеге келіп, бұлақ жағасындағы әлде бір тастың қуысына самырсынның бұтағын қабаттап, лашық жасап, пана еткеніне мінеки екінші күн. Жел жоқ, боран жоқ, ықтасын жер. Астыңа да самырсынның 1000 жылдық құрғақ бүрін төсеп, айлатып жатып алсаң да былқ етпеуге болатын екен. Бірақ кеше бұл тауда жүргенде салмадағы сорғытып іліп қойған күдірдің жас етін біреу боршалап жеп кетіпті. Қашанда жол жүргенде жанынан тастамайтын жез шәйнекті домалатып, ішіндегі жалбыз шайды бұрқыратып, мұз үстіне төгіп тастапты. Содан бүгін аузынан кеуіп, қайнаған қара суды қанағат етіп отыр. Өзге хайуан адам иісі бар жерге жоламайды. Аңшының ежелгі жауы сасық құнудың әрекеті сияқты. Таңертең Талдыбұлақты бір шолып, сосын аяңдап үйге қайтайын деді аңшы күбірлеп. Даусы қаттырақ шығып кетті ме, алаудың арғы шетінде маужырап ұйқыға кеткен сырттан басын әнтек көтеріп алды. Бүлк-бүлк етіп төменде бұлақ қысыла ағып жатыр. Жан жағынан қысқан мұз құрсауға әлі жетпей, көмек сұрап қыңсылағандай ма қалай. Емшектеле қатқан мұз сіреулері ай нұрымен шағылысып, бейне бір ерке бұлақтың сылдыратып ойнаған күміс сырғаларына ұқсап кетіпті. Бұлақ жағасында қылтың қағып шақшақай жүр. Сып беріп су түбіне сүңгіп кетеді де, сылаң етіп бір жақтан шыға келеді. Кішкентай торғайдың суыққа мықтылығына таңырқап, аңшы басын шайқады. Қарды омбылап, өр жақтағы самырсынның түбінен бір құшақ қу бұтақ сындырып әкелді. Отты лаулата жақты да, кірпік айқастырып мызғуға кірісті. Жол ұзақ, демал деп, көзін жұмған күйі сырттанға тіл қатқан. Ертең сен де Таймасқа барасың. Ит адамға ес болады ғой. Таймасты торғынның қасында үйде қалдырғаным жөн екен деп ойлады. Көзі ілініп бара жатып, қорадағы жылқыларға уақытылы шөп салынып жүрмекен деп уайымдады. Күніне бір уақ бұлақтан суарып тұрушы еді. Торғын ондайды білер мекен. Бұта қарағанның түбін аршып, тебіндеткен де жөн еді. Қыстың арты ұзаққа созылса, қорадағы шөп жетпеуі де мүмкін ғой. Оның үстіне тағы бір жылқы қосылып отыр. Түсіне саты ішіндегі 4 бұғы кірді. 4-еуі кезек-кезек мұның алақанын жалайды екен. Қайдан келгені белгісіз, бұған бұрқырай ұрысып бір шетте байсал жүр. Малдының жүзі жарқын, мал дейтін мал да жоқ сенде деп, шыбықпен шықпыртып бұғыларды қуалайды кеп. Салың суға кетіп салпақтап, түз тағысын асыраған не теңің еді. Малма-тымақ күйге түстің мінеки. Менің бұғыларым бар емес пе дейді бұл кеңкілдей күліп. Тағыны қуып, мамыр асып бай болған адамды өз басым көргем жоқ. Жалпы бұғы деген түлік емес, қазақтың табиғатына жат кәсіп. Сен кержақ емессің ғой дейді шалты түгіп. Содан кейін баяғыда бозбала кезінде көретін
көптен ұмыт болған бір әдемі бейнелер түсіне енді. Қыр басында қызғалдақ терген қалың қыз, құйрығын шаншып төскейде тыраң-тыраң шапқылаған жалғыз құлын, маңыраған қозы, сылдыраған бұлақ, сықылықтаған қыз күлкісі. Солардың қалың ортасынан қалам қабақ, қара торы әйелдің мұңлы жүзі елес береді. Құдай-ау, мынау соншалықты таныс бейне ғой, қайдан көріп еді? Айзада ма? Жоқ, айзадасын танымай қарабасты дейсің бе мұны? Бірақ сондай жақын, сондай аяулы бейне тәрізді. Қайдан көрді, қайдан? Аңшы селк етіп оянып кетті. Денесі тоңази бастапты. От та ұйқы шақырғандай еріне жанып жатыр екен. Отқа қолын созып алақанын уқалады. Алақанын уқалап отырып, жаңа көрген түсін есіне алды. Астапыралла, түсіме торғынның кіргені несі деп аң-таң болып басын шайқай берді. Талдыбұлаққа барған бұл жолғы сапары да үмітін ақтамады. Әшейін босқа сандалып қайтты. Ырымын жасап, Өтелбайдың жетісін өткізген соң, әңгіме үстінде Байсал торғынға сөз тастаған. Шырағым, еріңнің 2 науқанын бердің. Құдай тағала соған да риза білем деді. Сенде де ел бар шығар. Адасқан қудай айдалада қалғаның жөн болмас. Қапияда мерт болған еріңнің хабарын еліңе жеткіз. Шариғаттың заңы солай, сөйт шырағым. Бұндай әңгіменің боларын алдын ала сезіп жүрді ме, торғын асықпай жауап қайырды. Өтелбайдың етегінен ұстаймын деп, ағайынмен ала болдым. Қайда барып табан тірейін енді. Әйтеуір бел шешіп ағайыннан безген соң, беттің қарасын көрсетпей арғы бетке кетейін деп те ойлаймын. Бірақ ол жақта да менің асулы қазан, тігулі үйім тұрған жоқ. Сіздер үшін бейсауат бөтен болса да, ет пен сүйектен жаралған пенде еді ғой. 40 берейін. Соған пұрсат беріңіздер. Содан кейін сіздерге 2 дүниеде ризамын. Торғынның сөзі тоқтау болып, бұлар бет сипасып орындарынан тұрған еді. Байсал кемпірі мен ұлын ертіп, шұңқыр жұрттағы үйіне қайтты. Қараман болса, қалған құтқан теріні жинастырып, қанжығасына бөктеріп, шай шақпыт іздеп ауылға тартты. Ауылда баяғыдағы гу-гу өсектің екпіні өдемесе, әлі басыла қоймаған екен. Бір тықырды сезді ме, анау өрелдегі өтесін бай қопақтап жатқан тәрізді деген Сәдуақас құрдасы. Кезінде түйені түгімен, биені бүгімен жұтқаны есінен тас шығып, қой аузынан шөп алмастың өзі болып қалыпты. Шыбығы шырпылмаған піліп алаяқ та жан жағына алақтап, көлеңкесінен пысып жүр. Айтқанындай-ақ Филипп көпес Қараманның терісін алмай бұлдап, жартысын қайтарып жіберді. Бұрынғыдай емес, берген пұлы да мардымсыз болды. Жалғыз кесек сөлкебайлы шәй, қос қадақ ақталмаған тары мен қос құлаш самарқанның бөзі ғана. Тасың өрге домалап тұр ғой деген Сәдуақас мұның көпестен алған дүниесін көргенде. Малын бағып, шөбін шауып жүрсек те, піліп бізге қолын шығарады. Солай деген соң, Қараман құрдасының алдына бірер құндыз бен күзеннің терісін көлденең тастаған. Әй, қарекай, топан су қаптаса да, жазатырдағы саған жете алмайтын шығар деді Сәдуақас жалпылдап. Қашанғы кісі киік болып, ел жұрттан қашқақтай бермексің қареке. Үйіңе қайтсаңшы деді артынша. Бұнысы Қараманның мәрттігіне риза болып, ет бауырымен елжіреп сүйсінген еді. Мен ауылға келсем, құндыз тартар құрдасты қайдан табасың деп, Қараман сөзін әзілге шаптырып, қош айтысып жүріп кеткен. Көлденең олжадан бас айналған құрдасы қалбаң қағып, талай жерге дейін шығарып салды. Бұның әнеу күнгі мазасызданғаны түктемес екен. Қиындықтың көкесін ауылдан оралғаннан кейін көрді. Жалғыз бөлмелі қараша үйде қарайып бөтен әйел жүрген соң, артық рет үйге кірудің өзі қиқымет болды. Амалсыздың күнінен ерте тұрып, кеш жатып жүрді. Апталап жоғалып, 2 мәрте Талдыбұлаққа барып қайтты. Қақпандарды тексерем деген сылтаумен Ақбаянның арғы бетін айналып, 3 тәулік бойы тағы жоғалды. Аңшының бет алды аласұрып жүргенін торғын да сезген секілді. Сіз менен бір түрлі қысылып жүрсіз-ау деймін деді бірде. Қараман қандай жауап айтарын білмей тосылды. Сол күні торғын жаяулатып Ақзияға кетіп қалды.
Торғынның кетуі мұң екен, қараңғысай қаңырап бос қалғандай болған. Сосын ақ қараша үй Қараманға пана болмай, мылтығын асынып, иттерді ертіп тауға тартып отырды. Сол кеткеннен Өтелбайдың 40 деген кесімді күні бірақ үйге оралған еді. Өтелбайдың 40-ын өткізіп, ертеңінде байсалдарды шығарып салғаннан кейін Қараман есіктің алдын тазалап, домалаған шорымықтарды жинастырып, далада біраз жүріп қалған. Суға салып, мәсуекті жібітіп, тісін ысқылады. Қалтасын қарманып, түнеу күні қарағай қабығынан шетіген мөлтешті тауып алды. Мөлтештің шетін шытып, шайыр шайнап тісін тазалады. Үйге кірсе, Торғын терезе алдында шоқиып отыр екен. Бұл кіргенде бұрылып бір қарады да, сол күйінен тапжылмай отыра берді. Аңшы су болған етігін шешіп, байпақшаң төрге өтті. Тулаққа тізе бүгіп жатып, үйге не үшін кіргенін ойлады. Көктемнің шуағына арқа қыздырып, далада жүре тұрса да болар еді. Қайыра шығып кетудің уәжін және таппаған соң, төр алдында мелшиіп отырып қалды. Арада ай жарым уақыт өтсе де, Торғынға көз тоқтатып қараған жоқ еді. Көз суғарар сұлулығы болмаса да, жүзінде әйелге тән әдемі сүйкімділік бар екен. Аласы аз, мөлдіреген қап-қара көзінде мұң табы байқалады. Мұның көз сүзіп отырғанын сезгендей, әйелдің үлбіреген толқынды бұғағы болар-болмас дір ете түсті. Қараман ыңғайсызданып көзін тайдырып әкетті. Бұл қылығынан өзі ұялып, жерде жатқан аю терісін алақанымен сипалап қойды. Қайтып Торғын жаққа көзін көтерген жоқ. Бірақ әйелдің бейнесі көз алдында бұлыңдап тұрып алды. Текті жерден шыққан-ау тегі деп түйді ішінен. Мінезі де сынық, жібектей майды екен. Қайда жүрсе де жолы болып, бағы жансын жазғанның. Қашқынның арты ашық, алды тұман болады екен, Қареке. Тағдырым тұйыққа тіреліп, қайтерімді білмей отырмын. Әйелдің не айтқанын жөнді түсіне алмай қалған. Қайталар мекен деген үмітпен Торғынға жаутаңдай қарады. Торғын сөзін қайталаған жоқ. Жағын таянып, терезе алдында үнсіз мұңға батып отыра берді. Төңкерілген оймақ еріннің қызылы әлі қайта қоймапты. Бетінің ұшында да тамшыдай дөңгеленіп қызыл бояу тұра қалыпты. Бұғақтылау келген сүйір иегінің ортасында үйірілген түймедей шұңқыр байқалады. Әлгі шұңқыр әйелдің өңіне сүйкімді шырай беріп, әп-әдемі жараса кетіпті. Қараманның көзі әйелдің құлағындағы қозалы күміс сырғаға түскен. Кім болса да асқан шеберлікпен жасаған әшекей екен деп тамсанып қойды. Қареке, көзіңіздің сұғын қадай бермеңізші. Үлкен адамға жараспайтын қылық екен, деді Торғын. Қараман біреу бүйірінен пышақ сұғып алғандай дір ете түсті. Бетіміз әжім тартты, өңіміз баршын тартты. Кісі қызығатындай бізде не қасиет қалды дейсіз, деді Торғын өзімен өзі сөйлескендей. Қараман кімге екені белгісіз, ішінен бұлқан-талқан ашуланып, шырт түкіріп сыртқа шыға жөнелді. Бұл атын ерттеп, арқасын сипап жүргенде, үйдің жылауық есігі шиқ етіп, арғы жағынан Торғын көрінген. Тағы да басына қара байлап алыпты. Қараманға көз қиығын да салмастан қасынан қалқып өте берді. Сол бойында қар суымен езілген лайсаңды кешіп, зират жаққа қарай беттеді. Әйелдің оқыс мінезі тауға жиналған аңшыны жіпсіз байлады. Зират басынан оралғанша тырп ете алмай, есік көзінде сең соққандай сенделіп жүріп алды. Торғын зират жақтан сүт пісірім мезгілден соң бірақ оралған. Әдетінше бірден үйге кіріп кетпеді. Қараманның қасына келіп, құбылаға жүз бере тоқтаған. Тағы да жолға жиналдыңыз ба? Әйелдің даусы баяу шықса да, үнінде діріл бары байқалады. Қыс бітті. Енді қақпандарды жинап келмесем, қар суы шайып жоғалтып алармын. Қараманның күмілжігені көжені төгіп алған баланың ақталғанындай шықты. Торғын денесін тіктеп ауыр күрсінді. Сосын басына салған қараны сыпырып қолын алды. Ноқталы басқа бір өлім ғой, Қараман аға. Тәуекелге бел буып, алдыңызға келіп тұрмын мінеки. Байлауын өзіңіз айтыңыз. Қараман не деп жауап берерін білмей састы. Қипалақтап, қолындағы тізгіннің суын шығарып сығымдай берді.
Еркектің тарапынан жауап болмағаннан кейін торғынның буыны босап, сылқ етіп табалдырыққа отыра кетті. Әйелдің қысыла жылаған үні шықты. Ол жаққа бұрылып қарауға, жұбатып сөз айтуға Қараманда дәрмен жоқ еді. Түйенің тобығын жұтқандай айтар сөзінен жаңылып, маңқиып орнында тұра берді. Мен де бір соры қалың бейбақ болдым-ау, деді сыңсып жылап отырған торғын. Басымды базарға салып отырғаным жоқ. Тағдырдың маңдайыма жазғаны осы шығар деп едім. Көн етік пен көк етікті таңдар заман ба бұл? Сіз де қайбір жетісіп жүрген пенде дейсіз. Ақзия шешей бәрін де айтқан. Қазаныңды асып, отыныңды жағып қалсам ба деп те бекініп едім. Ол болмаса, менің қайтар жолым кесілген. Арғы бетке апарып салыңыз. Масақ терсем де күнімді көре жатармын. Қайдан білейін, деді Қараман міңгірлеп. Торғын орамалымен көзін сүртіп бойын жинады. Сізді де түсінемін, деді күрсініп. Әйел адам ері тұрып ерге тисе, беттің қарасы дер. Ері өліп, адасып қалған әйелдің жайы бөлек. Ендеше бұл елдің жорасы емес пе? Намысыңызды қайрап, жүйкеңізді жей бермеңіз соншалық. Мен не дейін? Бірақ Торғынжан-ау, сені үйден қуалап отырған ешкім жоқ қой. Төріңізден су шыққандай шығандап үйге жоламайсыз. Соныңызды айтып отырмын. Қысылтаяң кезеңде қанжығада кездессек те, ақ жүрек адал жан екеніңізге иландым. Тар жерде қол ұшын берген адамгершілігіңізді бұл жалғанда ұмытпаспын мен. Жақсылығыңыз Құдайдан қайтсын. Пейіліңе рахмет, Торғынжан, деді Қараман шын ниетімен. Бірақ өзіңе не ақыл айтамын? Мен де сыртым бүтін, ішім түтін шерменде біреумін ғой. Саған сүйеу болуға жарар мекем? Осы сөзіңізге де ризамын, Қареке, деп Торғын күрсініп орнынан көтерілді. Жолыңыздан қалмаңыз, ырымға жаман. Әйел етіп жаратқан соң қайтеміз енді. Байтолланы құшақтап, түзде жүрген ер азаматтың амандығын тілейміз де. Жолыңыздан қалмаңыз. Торғын орамалын сүйрете қолына ұстап үйге кіріп кетті. Қараман әйел кеткеннен кейін де дел сал мәңгіріп, бір орында тұрып қалды. Ақбұлақтың бойындағы қақпанның біріне құндыз түсіпті. Жарты алтайға шашылған қақпандарын енді қалған жарым күнде сүзіп шыға алмасын ұғып, аңшы асыққан жоқ. Құндыздың терісін сыпырып, бабымен тұздап, қылшығына қан тигізбей әдіптеп орап, қанжығасына байлап алды. Күнгей беткейдің тоңы жіпсіп, миы шыға езіліп жатыр екен. Түске дейін мүйіз, түстен кейін киіз дейтін қараөзек сылбыраңның дәл өзі. Орман іші бусанған топырақ пен шіріген шөптің иісі аңқиды. Құрғақ тепсеңге тебіндеп көк қылтия бастапты. Шатқаяқтап тайғанап жүріп, Ақбаян тауының алқымына шыққанда күнде кемеріне құлаған еді. Тау биігінде қардың көбесі әлі сөгіле қоймапты. Қасат қарға күреңді салып көріп еді, біраз жер сауырлап барып болдырып қалған. Амалсыз қайтып оралды. Ерін алып атты орман жиегіне қалдырды да, өзі сырттанды ертіп, жаяу жалпылы биікке өрледі. Қорымның арасындағы қос қақпанның біріне күзен түскен екен. Түскен күзенді түлкі жеп қойыпты. Жүнін бұрқырата шашып, құйрығын қарға шаншып кетіпті. Қақпанға елік мүйіз шәңгек байлап еді, күзен шәңгекті сүйреп, із қалдырып біраз жерге дейін барса керек. Түлкі күзенді дәл осы арада шәңгек тас қуысына ілініп, діңкесі құрыған шақта үстінен түскен екен. Қақпандарды жинастырып кері қайтты. Ақбаянның биігінен былайғы төңірек алақандағыдай көрінуші еді. Етектегі қара орманның ой қырқасы тегістеліп, бірыңғай күңгірт түске ауысқан екен. Байып батқан наурыздың күні қимағандай баянның шоқтығын соңғы шапағына шомылдырып тұрды. Аңшы батар күннің жарығымен орман жиегіне жетіп алуға асыққан. Кенет әлгінде ғана өзі жүріп өткен жолды көлденеңдей кесіп өткен бадырайған таңбаға оқыс көзі түсті. Мұндай ізді баяғыда бала күнінде қарлы шыңдар арасынан әкесінің көрсеткені бар еді. Ілбіс деген әкесі. Сосын мәңгі мұзды мекен еткен Ілбістің Алтай аңдарының ең алғыры, ең жүректісі, ең әдемісі екенін айтқан. Ілбіс былайғы адам түгілі асқар кезген аңшыға да 100 жылда бір кезігеді деп еді әкесі. Қараманның өз өмірі әке сөзін растағандай екен.
Алтайда бұған кездеспеген жалғыз аң болса, осы ілбіс шығар. Ілбіске кезіккеннің жолы оңғарылады десетін ауыл ақсақалдары. Тіпті ақ патшаның бір киер тонына дейін ілбіс терісінен тігілетін тәрізді. Соған қарағанда шынында да аңызға лайық аты бар бұл бір қасиетті аң болғаны ғой. Ілбіс осы жерден әлгінде ғана өтсе керек. Анау қалың қорымның арасынан бұны қалт жібермей бағып та жатқан шығар қазір. Ит дымды сезер емес. Бүлкектеп тышқан қуалап төмен кетті. Күн шапағымен қан жоса қызарып жатқан шың жартастарға телміре қарап қалды. Бар құпияны қойнына бүгіп, түк білмегендей мелшие сазарады. Еңкейіп, қар бетіндегі ізге алақанын басты. Алақан мен таңба тең түскен. Әлде бір ақ баталы адалдық пен қасиет тұтар құдіретпен жанасқандай аңшы өзгеше толқып кетті. Көкірегін сағыныш пен мұң қоса қабат жайлай бастады. Неге екені белгісіз көз алдына көлеңдеп торғынның жүзі елестеген. Төңірек қара құрақтанған кезде орманның жиегіне жетті. Қараған тобылғысы шұбартқан жазаңдау тепсеңге әдейі бұрылып, бұта басында қалтыраған жалғыз қауырсынды көтерді. Қатты сайысқа түскен құр қоразының құйрық қанаты. Тепсеңнің әр жерінде құстың шашылған мамық жүні ағараңдайды. Құр ойнағы басталған тәрізді. Мұны көргенде үйге қайтсам деген аңшының көңілі нілдей бұзылды. Құр ойнақты тамашаламай, алаңсыз үйде жатқаны ұят шығар. Мезгілі өтсе, табиғаттың бұл қызығынан да құр қаласың. Сосын келер наурызды сарыла күтіп жүргенің. Әрі құрдың жас етінен торғынға сорпа ішкізгені де жөн ғой. Қазір желпілдеп үйге ұшқанымен, таң атпай қияндағы бұл араға жете алар ма? Осы шешімге тоқталып, атын жетелеп, төмендегі кеберсіген алаңқайға барып арқандап қайтты. Сырттанды күзетші етіп, күреңнің қасына қалдырған. Өзі құр ойнақтың маңайындағы қалың үшқаттың ішінен ыңғайлы орын дайындап, бұтақтан қауқитып күрке жасап алды. Астына құрғақ бүрді мол етіп төсеп, оның үстіне тоқым салып, ерді жастанып қисая кетті. Бірден ұйықтай алмады. Әр нәрсені бір ойлап, ойы пышырап мазасы кетті. Ай шыққан жоқ, түн қараңғы. Ауада сүйегіңді сырқыратқан дымқыл сыз бар. Қалтарысы жоқ шоқтықты өңір болған соң ба, осы баян жері өзгеше салқын. Өткен күзде Байсал шалды ертіп, осы таудың арғы бөктерінде 2 күн еру жатып, балқарағай соққанды. Әлде балқарағай кештеу қара сүйектенді ме, әлде арқаны кеңге саламыз деп жүріп, бұлар кешікті ме, науқан оншалықты берекелі болмады. 3-ші күні қарашаның қарына ілігіп, соғып түсірген түгіршіктерді қызылдауға шамалары келмей, дедектеп төмен қашқан. Ақбаянның айдаһардай айбатына Қараман сонда иланып еді. Ағашы сирек, панасыз жалаң бетте қарлы жаңбыр жентегімен ұрған кезде, оның қасында қаңтардың саршұнағы жолда қалады екен. Аңшы қоржынға қол салып, шүберекке оралған кесек етті суырды. Пышағымен шетін кесіп, бірер тілімін дөңгелентіп аузына тастады. Қаужаңдап шайнап жүріп, от жағуға кірісті. От жақпай-ақ бір таңға шыдармын деп еді, түннің мына ызғары ұйқы берер түрі көрінбеді. Маздап от та жанды. Маздап жанған от аңшының жүрегіне де жылу құйғандай. Тас қараңғы түн құшағында қалғыған тау ішінде жалғыз жатқан соң, көңіл шіркін елегізейді екен. Сондайда жылтырап жылу берген қасыңдағы от алыстағы тіршіліктің елшісіндей көрінетіні бар. Төсеніш тоқымын от басына жақындатып, аз-мұз көз шырымын алуға тырысты. Алды жылынса да, арқасы мұздай құрыстанып, мазасызданып жатып мызғып кетті. Аздан соң Ақбаянның маңдайынан ай орағысы қалады. Тіке туған жартыкеш ай ерінен айқалып, төбеге көтерілген кезде, денесі тоңазып, аңшы оянып кеткен. Содан қаншалықты тырысқанымен қайтып көзі ілінбей-ақ қойды. Амалсыз орнынан тұрып, аяңдап күреңді болжап қайтты. Жердің топырағын шығара шиырлап, бәрібір аузы көкке жарымаған соң, басын көтеріп қалғып тұр екен. Жылжытып орын ауыстырып, басқа жерге арқандады. Жолай қарағай самырсынның түбін түртпектеп, бір құшақ қу бұтақ жинап әкелді. Ай шығып еді, түннің қою пердесі ысырылып, дүние бір-біріне астасқан көгілжім нұрға шомылды.
Өзіне жайсыздау тіке туған айға сығырая көз тастады да, күннің жылынып, шаруаның жайлы боларын ойлап, риза пейілмен боз мұртын сипап қойды. Дегенмен, алда әлі Құралайдың амалы бар. Көтерем кедейге, көгерген топыраққа ол да бүйірден буған қатал сынның бірі. Ақбаянның сәукелелі шоқтығы айқындалып, ай сәулесімен арбасқандай ағара жалтырайды. Әппақ шың биігі қайдағы сиқырлықпен қол бұлғап өзіне шақырғандай. Әлгі ілбіс қай тұста жүр екен деп ойлады аңшы. Әлде қайдан сыңсып салған қыздың мұңлы әні естілді. Арқасын қыздырып, от басында жантайып жатқан аңшы басын оқыс көтеріп алған. Ақбаянның қарлы шыңына тесіліп, құлағын түрді. Қайталап ести алмады. Мұңлы әуенді қызғанып, түн құшағы тұншықтырып жібергендей. Әлде бір асылынан қапелімде айырылып қалғандай алаңдап, қарлы шың жаққа жаутаңдай берді. Ән қайталанбағасын бір түрлі жүрегі сазып, көкірегін әдемі сағыныш жайлай бастады. Ап-анық естіген сияқты еді ғой. Тым алыстан құйқылжи сыңсып құлағына шалынды. Әлде қарағай басын тербеген көктемнің желі ме екен? Желге саяйын десе, әзірге ауа тымық. Әлде қарлы шыңнан ақырған ілбіс даусының жамыраған жаңғырығы ма? Қалай болған күнде де бір дауыстың шыққаны анық еді. Ай нұрымен ағарған шыңға қарай үміті үзіліп, елеңдеген көңілі жайланайын деді. Түйе табаны түсетін тау басында, түн ортасында естілген қыз даусынан сескенбегеніне енді өзі де қайран болған. Әншейінде ғой, тәубесіне сыйынып, мылтығына жармасар еді. Сенбейін десе, жылжыған жылан, жусаған бұланға дейін қалт жібермес құлағы қақыс естімесе керекті. Ендеше, оқыс әуеннен секем алғаны сол, қимасын іздегендей елпілдеп, сағыныш пен қара түнге телміргеніне жол болсын. Байқап жүр, соңғы кезде бойында бір өзгерістің болып жатқаны анық секілді. Оның нендей өзгеріс екенін өзі де білмейді. Әйтеуір түбі жақсылық болғайды. Әйтпесе, есі түзу пенде түнгі дауысқа елеңдей ме бүйтіп. Өз басы осы тау мен шыңның рухы барына имандай сенетін. Бір-біріне иек арта сілемденген алып таулар, ұйықтап кеткен батырлардай көрінетін бұған. Ондайда демін ішіне тартып тыңдайтын. Сонда алып таулардың баяу тыныстаған демі құлағына келгендей болатын. Мұндай сәттерде ақбас шыңдар басалқайтар ақсақал шалдарға ұқсап, бүйрек бұйраттар батырлардың бұлтиған кеудесі тәрізденіп кетуші еді. Оларға қарап отырып, айдалада жатса да жалғыздығын ұмытатын. Әлдекімнің аялы алақанында жатқандай сезініп, көңілі марқая түсетін. Бала кезінде тау мен тас, орман тоғай тұнған жұмбақ болып көрінуші еді бұған. Жұмбақ болған соңда табиғат бойына қорқыныш пен үрей бұқтырған сұсты еді. Зейінмен көңіл қойып, тереңіне көз жіберсең, табиғаттан қарапайым дүние жоқ екен. Тек алуан құбылысқа толы сол табиғаттың өзін түсіне білу керек екен. Баяғыда қауырсынын бұрқыратып, қоянның шілді жегенін көргенде, түлкіні жеп, пәршелеп, жұлмалап жатқан сұмдығының үстінен түскенде, бұл құбылысқа жауап таба алмай басы қататын. Күні бойы суға телміріп, балық аулаған аюдың қылығы, ала жаздай ақ тиіннің жинаған қорына кезігіп, балқарағай шаққан бұлғынның мінезі де қайран қалдыратын. Өзіне шапқан қасқырды мүйізіне іліп ағашқа жаныштап, жүрегі жарылып, сол жерде тас мүсіндей қатып қалған бұланның да үстінен түскені бар. Жылдар өте соның бәріне де жауап табылды. Табиғатта өмір үшін тынымсыз күрес жүріп жатады екен. Табиғаттағы қыбырлаған нәрсенің бәрін мәңгі қозғалысқа түсіріп, мәңгі дамытып отыратын да сол күрес болса керек. Көктемнің қара суығында қалтырап тоңса да, мінекей, таңның атуын тағатсыздана күтіп өзі де жатыр ғой тау басында. Торғынға сорпалық құс қанжығаласам дегені былайғы сылтау ғана. Расында, бұл қараман махаббат мейрамын қызықтап, құмардан бір шығайын деп әдейі қалып отыр. Құр ойнағы табиғаттың мәңгі жасампаздығының қайталанбас үлгісі. Олай болса, аңшы адамға жылына бір рет келетін құс төресі құрдың сайранын қызықтамай қайту ұятты тегі. Қараманның өз басы солай деп ұғады. Құр қанатының сусылы таңғы сақарда естілді.
Көп өтпей алғашқы қораз тыныштықтың шырқын бұзып, ысылдап кеп алаңға күркіреп қона кетті. Бұл кезде аңшы да шоқты сөндіріп, күркенің ішіне жасырынып үлгерген болатын. Тау биігі әлі ұйқысынан ояна қоймаған алакөлеңке болғанымен, алаң ортасында алшаң басқан ата құрды ап-анық көріп жатты. Айдарлы басын кегжитіп, алаңды ойқастап, тынымсыз құрқылдап жүр. Туыстарының кешіккеніне назаланып, тағатсызданған сыңайы бар. Өзгелерден көш бұрын келіп, қоқилана құрқылдауына қарағанда, бұл қораз осы алаңның ежелгі қожайынына ұқсайды. Өзі де көп жасаған, көпті көрген, бітім тұлғасына көз қызыққандай ірі құс екен. Түннің бояуы оңала қоймаған алакеуім шақта құрдың шақырғанына ешкім жауап бере қоймады. Түбіттей селдір тұман алаң үстінде дірілдеп тұра қалыпты. Оңды-солды сенделген қораз түбіт тұманға шомылып жүргендей. Тағаты әбден таусылды ма, ендігі бір мезетте мойнын мықшитып, жүнін үрпитіп, қанатын қағып, алаңның арғы шетіне құрқылдап жүгіре жөнелді. Ол жақтағы түп тобылғыны екі айналды да, сол бетімен борбаңдай желіп, алаңның бергі шетіне жете тоқтады. Сосын басын көтеріп тың-тыңдады. Өлі тыныштық. Төңірек тәтті ұйқысын қимай, дел-сал манаурап жатыр. Іргедегі орман да тіршіліктің нышанын сездірмей мелшие түнереді. Ешқандай жауаптың болмағанына таңданғандай, қораз айдарын жалт-жалт төңкеріп, тағы да біраз тұрды. Іңкәрліктің ұлы сойқанын сағынып, түн ұйқысын төрт бөліп, тыным таппаған мына құсқа аңшының бүйрегі бұрып жатыр. Құс екеш құстың да өзінен әлде қайда бақыттырақ екенін түсініп, бір түрлі қызыға қарады. Қораз ұйқы басқан мынау дүниені мазақ еткендей күңкілдеп, пысылдап, қанатын қомдап, мамырлап басып алаңның ортасына қарай жүрді. Сәлден кейін көкжиектен күннің кірпігі қылтиып, түн шымылдығы түріліп төмен кетті. Алаң үстінде кілкіген селдір тұман таң жарығымен шағылысып, ақшулан нұрға айналып жүре берген. Жарық түскен сайын төңірекке де жан біте бастады. Алдымен жақын маңдағы ағаш арасынан тоқылдаған, дырылдаған үн естілді. Күнгей бет жақтан іннен ерте шыққан суыр аңқиттады. Артынша таң тыныштығын қақайырып, тас төбеден шар етіп шауқарға ұшып өтті. Кәззап құс күрке астында адамның барын сезіп, төбесіне саңғып кетті. Алаңға да топылдап, құрдың қораздары жиналып жатты. Ата қораздың шақыруына үн қосып, әлде қайда алыстан, орман ішінен, тау баурайынан ұшып шығып, алаң шетіне күркірей қонысады. Сол бойда айдарын адырайтып, желке жүнін күдірейтіп, қанатын қомдап, қызу ойынның қалың ортасына борбаңдай жүгіріп қойып кетеді. Қайқы бұрым құйрықтарын көтеріп, бастарын жерге салып, біреулері шаппа-шап жекпе-жекке кіріскен. Енді біреулері оңды-солды ойқастап, қораздана сұңқылдап, ессіз жүгіріп жүр. Желіккен дүрмекке жоғарыдан көз тастап, ағаш бұтақтарында қонақтап құрдың тауықтары отыр. Қораздардың жын тигендей осыншалық еліруі өздері үшін екенін тауықтар сезетіндей. Отырыстары маңғаз. Ара-тұра тұмсықтарымен білеуленген қарала төстерін сипап қойып, тәкаппар маңқайысады. Алаң ортасындағы құр ойнағы барған сайын өршелене қызды. Құрқылдаған, шұрқылдаған, сұңқылдаған, күркілдеген дауыстар бір-біріне ұласқан кезде, бүлкілдеп таудан құлап аққан мың сан бұлақ үнін құлаққа әкелгендей болған. Елірген қораздардың ашуға мінген арынын енді басу қиын еді. Көздері қызара қанталап, екпіндей келіп, бір-бірін төстен соққан кезде, ауада қауырсынның майда түбіті қалқып қала береді. Ерлік пен өрліктің нағыз әділетті майданы. Әркім өз теңімен күш сынасып, қайраты мен қарымын байқаған, еркектік намысын қорғаған аламан жарыс. Әсіресе өзгелерден денесінің ірілігімен, қимылының шапшаңдығымен, әдісінің ептілігімен оқшауланған ата қоразға аңшы қатты сүйсінді. Ойыннан от шығып, жас қораздардың тұмсық шоқып төбелесіп қалмауын да қадағалап, реттеп жүрген соның өзі. Әне, күш сынаспақ болып, өзіне күдірейе ұмтылған біреуге күркірей атылып, оңтайлы қимылмен соғып өтті. Анау болса, қанаты көктен келіп, тырапай асып домалап түсті. Ата қораз долданған ағынын тежей алмай, екпіндеп алаңның арғы шетінен бірақ шыққан.
Сосын басын жоғары көтеріп, Қорасанның дағындай қызарып шыға келген көзін алаңға төңкерді. Төмендегі аршаның түбінде екі жас қораздың қан болып шекісіп жатқанын көзі шалды. Шынымен мыналардың сайысы төбелеске ұласты ма дегендей таңдана қарап сәл тұрды да, қорбаң қағып солай жүгірді. Құр сайысының жөнін білмес боқмұрындарды кеудесімен екі ұрып домалатты да, пышылдап, кішілдеп, айбат шегіп, екеуін екі айырып жіберді. Құрдың әлі аңқау жас әтештерін ата қораз ән салу, ойнау, сайысқа түсу, қорғана білу өнеріне баулитынын Қараман бұрындары да көрген еді. Бірақ дәл мына қораздай алаңдағы ойынның барысын бағып, сергек ықылас, сезімтал түйсік танытқан құсты кездестірген емес. Күнде бірте-бірте жоғары көтеріліп, жер бетін жылымық нұрға бөледі. Таңғы тұман ыдырап, бұта басындағы шық кеуіп кетті. Алаңдағы ойынның да екпіні біртіндеп бәсеңсіп, қызуы тарқайын деді. Қораздардың қанатын қомдап жүгіргенінен гөрі демалып, сайысқа түскендерді сырттай бақылауы көбейді. Қарағай бұтақтарында қонақтаған құрдың тауықтары да әлденеге алаңдап, жаутаңдап, аз кем отырды да, бірінен соң бірі орындарынан көтеріліп, орманның алыс түкпіріне құрқылдай ұша жөнелісті. Олардың соңынан дүркірей қозғалып, қораздар да көкжиекке сіңіп жоғалды. Бүгінгі махаббат мейрамы осымен аяқталған еді. Туыстарының тастап кеткеніне ренжігендей күңкілдеп, алаң ортасында ата қораз қоқиып жалғыз қалды. Күн құрық бойы көтерілген кезде барып ата қораз бүгін енді мұнда ешкімнің келмесіне көзі жеткен соң, қанатын сабалап-сабалап жіберді де жүгіре басып ұша жөнелді. Бағанадан бері жалғыз қалған құрдың жүдеу тыныштығын бұзбай бақылап жатқан аңшы да жайлап орнынан тұрған. Күн салып, сығырайып құрдың соңынан ұзақ қарады. Қара ноқаттай кішірейіп, көкжиекке бұлдырай сіңіп кеткеннен кейін ғана төмендегі атына аяңдады. Құр ойнағына келіп, алғаш рет құс атпай қайтып барады. Мұнысына өкінген жоқ. Тек құс екеш құсқа дейін қосағын іздейді екен-ау деп басын шайқап, бір мезет ойланып қалғаны рас. Жалғасы бар.